Ақ Жол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Васильевич Склярға арналады. Қазақстан әлемдегі ең ірі мұнай экспорттаушылардың қатарына бола тұра, соңғы жылдары елімізде жанар-жағармай тапшылығы жүйелі сипат алып отыр. Мұнай экспорттаушы елдің ішкі нарығында бензин мен дизель отыны жетіспей, оның үстінде экспортқа тыйым салуға мәжбүр болуы ақылға сыймайтын парадокс. Бұл жағдай халықты да кәсіпкерлік қауымдастығында алаңдатып отыр. Қазақстанда 3 ірі мұнай зауыты жұмыс істейтін баршамызға мәлім. Алайда олардың жиынтық қуаты ішкі нарықты автомобиль отынымен, битум және өзге де мұнай өнімдерімен толық қамтамасыз етуге жеткіліксіз. Оған қоса, осы зауыттарымыздың егін егу немесе жинау науқаны кезінде жөндеуге жабылатыны жиі кездесіп, жағдайды күрделендіре түседі. Бұл мәселе экономикамыздың қажеттіліктерінің өсуі және мұнай өнімдерімен үздіксіз жабдықтауды талап ететін ауқымды инфрақұрылымдық жобалар үшін ерекше қауіп тудырады. Сонымен қатар, мұнай өнімдерінің импортына тәуелділік еліміздің энергетикалық қауіпсіздігіне де тікелей қатер. Жоғарыда айтылған мәселелерге балама шешім ретінде еліміздегі шағын мұнай өңдеу зауыттарын әлеуметін тиімді пайдалану. Қазіргі уақытта елімізде осындай 30-дан астам шағын зауыт бар. Олардың жиынтық өңдеу қуаты жылына шамамен 7 миллион тонна шикізат құрайды. Бірақ бұл зауыттардың жұмысы бірқатар жүйелі мәселелерге байланысты шектелуде. Қазақстанның тәуелсіз мұнай өңдеу және мұнай химия компанияларының қауымдастығы Ақ Жол Демпартиясына келесі мәселелер бойынша жүгінді. Бірінші мәселе шикізатпен қамтамасыз ету жөнінде. Шағын мұнай өңдеу зауыттары шикізаттың қажеттілігі көлеміне кепілдік ала алмай, зауыттардың дамуы мен жаңғыртуына кедергі келтіруде. Себебі мұнай өндіруші компанияларға мұнайды қазақстандық бағамен ішкі нарыққа жеткізуден гөрі халықаралық котировка бойынша экспортқа сату әлдеқайым тиімді. Ал энергетика министрлігі шағын зауыттардың алдына жеңіл мұнай өнімдерін шығымын сапасын 45%-ға дейін ауыстыру міндеті қойып отыр. Бұл талап қымбат жабдықтарды сатып алуға және айтарлықтай инвестицияларды қажет етеді. Екінші мәселе өңделген мұнай өнімдерін экспортқа тыйым салу. Қазір орын алып отырған нафта, кеме және пеш отындарының экспортқа шектеулері шағын зауыттардың қаржылық тұрақтылығына және жалпы ел экономикасына кері әсерін тигізуде. Мәселен, нафта экспорты кезінде ай сайын тек экспорттық баж есебінде 600 миллион теңге бюджетке қаржы түсіретін. Айта кетсек, көршілес мемлекеттер нафтаны ешқандай шектеусіз сатып, өздеріне пайда тауып отыр. Үшінші, шағын мұнай өңдеу зауыттарының әлеуметтік экономикасына келсек, аймақтарда отынмен қамтамасыз етуде және жұмыс орындарын құруда маңызды рөл ойнайды. Олардың әрқайсысында 80-нен 130-ға дейін адам жұмыс жасайды. Оған қоса, олардың қызметтеріне өрт сөндіру деполары, қауіпсіздік агенттіктері, азық-түлік, қосалқы бөлшектер және басқа да материалдар жеткізушілерді қосып, қосымшама жұмыс орындарын ашып, жергілікті кәсіпкерлер дамуына ықпал етеді. Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, Ақ Жол фракциясы келесіні ұсынады. Бірінші, мемлекеттік бақылау күшейтілген жағдайда нафта, кеме және пеш отынына экспорттық шектеулер алынып тасталсын. Екінші, ашық түсті мұнай өнімдерін шығуын ұлғайтуға бағытталған жабдықтар сатып алу үшін мемлекеттік қаржыландыру бағдарламасы әзірленсін. Үшінші, бизнес өкілдерінің міндетті қатысуымен мұнай жеткізу кестесін қалыптастырудың ашық және әділ тетігі жасалсын. Төртінші, шағын мұнай өңдеу зауыттары Қазақстан Республикасының мұнай өңдеу саласын дамытудың 2024-2050 жылдарға арналған тұжырымдама жобасына енгізілсін. Рахмет, құрметпен Ақ Жол фракциясының депутаттары Ерубаев, Перуашев, Еспаева, Барлыбаев, Иса, Бейсенбаев.